Сәлем достар, бүгін біз көптеген көрермендердің сұранысы бойынша Димаш Құдайбергеновтың опера 2 әніне өз реакциямызды түсіретін боламыз. Кеттік онда, көрейік. Витас Владимир Боровский, ма? Витастың өлеңі болған. Витастың бұл әнін білемін бала кезден. 2000 жылдары шыққан. Жақсы шығар сөздері. Сахналық образының күшті ұнапты, маған сізде киім ұнап тұр. Әдемі таңдалған, шашын әдемі жасалған. Алдыңғы қысында шашы басқаша еді, басқаша. Бір ерекше де шашысы бір прическа жасалғанда олайша. Жарасып тұр. Қайырмасы ол бізге керек. Бәріне керек сол сияқты. Мәссаған. Маған өздерін ағылады. Даусынан денем дірілдеп басқа бір қандай сезім болып тұр. Қытай халқы бұл әнді мен ойынша бірінші естіп тұр, таңғалып тұрған шығар. Мүмкін білетін де шығар. Көбісі білсе де, көбісі білмейді деп ойлаймын бұл әнді. Бұл өлеңді білсе де, бұлар қазақтың бұл өлең айтқанын таңғалып жатқан сияқты. Ол французша да айтып жатыр, орысша да айтып жатыр, не керек десеңіздер қазақша да айтады. Қазақшаны мен ойымша финалда айтатын сияқты, қазақшаны. Дудар айтады. Дудар айтады емес, не айтады мен ойымша. Дайды дауды. Ән есімде ма? Кім кішкентай кезінде? Мен де кішкентай бірінші сынып оқитын. Керемет ән негізі бұл ән. Бетесі лыс еді ол кезде. Бұл жерде Витастан артық айтпаса кем айтып жатқан жоқ. Саған деді ма? Мен де солай естідім. Живой күшті бәрі. Не, сахнада тұрған тұрысы харизмасы өте керемет. Істеген қимылдары, нағыз сахнаға бейімделген жігіт екені көрініп тұр ғой. Ол демді ұстап, демді шығарып, айналдыруды айтсай. Дем алу. Мұна бірінші турдан қарағанда әлдер қайда кеткен сақтың оларға. Таңғалып жатыр. Бұл компьютерден тыңдаған бөлек, оны жанды дауыста тыңдап мүлде бөлек деп ойлаймын. Қасында отырған. Бәрі басқармақтарын білдіріп жатыр. Олар мен ойымша осындай дауысы жеткеніне таңғалып жатқан сияқты. Тағы да кет. Вокалдан паталик жасады ма? Керемет пікірді. Әкесі де баласының жеңісінен қатты қуанып тұр. О май гад. Бізді осылайына екінші рет Димаш өте қуантып және таңғалдырып жатыр да. Әр турда енді біз асыға үшінші турды күтеміз да. Бірақ мен осы Димашты осыған дейін білген емеспін. Ол Қытайға шықпастан бұрын. Сен оны білдің ба, таныдың ба? Мен Димаш бұрыннан білемін. Еларнадан Сазарем деген бағдарламадан алғашқы таныған. Кейін Дайды деген ән айтты, Мағжан Жұмабаевтың сөзіне жазылған. Кейін тағы Стамбулда өнер көрсетті, атақты CM Blue деген топпен. Егер ол топ білсеңіздер өте қатты ол. Егер де ол Қазақстанда осыған дейін өлең айтса, сол кезде қазақтарды таңғалдырып,
неге сол кезде атақты болған жоқ? Қазақстанда жүрген кезде енді шет мемлекетке кеткеннен кейін ғана қазір сонда өзінің ең керекті жоғалтқанын түсініп жатыр ма әлде түсінбейміз неге қазақтардың олай істегенін? Иә, сол бір жағынан сондай бір мәселе бар. Шетелге шығып қана қазақтың көзіне түсіп жатыр да бір жағынан. Ол Қазақстанда жүрген кезінде де өте әдемі ән айтатын. Мен бұрыннан білемін, маған қатты ұнайды. Сонымен біздің Димашқа деген реакциямыз осылай. Алдағы күндері оған өлеңдерде табыс және 3-ші турдан сүрінбей өтуіне тағы жеңіс тілейміз. Біз қандай өлең айтады екенін білесіз, Show Must Go On деген айту керек. Queen тобын біз соны асыға күтеміз, ол да тағы бір таң қалдырады деген ойдамыз. Сонымен достар, біздің реакциямыз ұнаса, онда лайк басамыз, комментарий жазамыз және біздің каналға жазылуды ұмытпаңыздар.